Армысыздар Ғақилә арнасының тұрақты көрермендері. Біз бүгінгі санымызды өткенгі санды жалғастыра келе алаш зиялы тақырыбын арнамыз келіп отыр. Және бүгін біздің арнамызда қонақта белгілі алаштанушы ғалым, алаштану орталығының директоры, Алаш ғылыми зерттеу орталығының директоры Сұлтанхан Аққұлын шақырып отырмыз. Қош келдіңіз аға. Әуелі сізге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Бірінші, сіз осы қазақ ғылымында қазіргі кездегі Алиханды танушы, Алиханды зерттеуші бірден бір жарқын тұлғаның бірісіз. Ел аузында Алихан десе бірінші сіз сөз. Кез келген ғылыми зерттеуде болсын, танып тұрудан болсын. Енді әуелі сізге мынандай сұрақ, кіріспе сұрақ ретінде қояйық. Жалпы сіз Алиханға зерттеуге осы арна қалай бұрылдыңыз, және бұл сіздің өміріңіздегі орны қандай? Неліктен де осы Алиханды таңдадыңыз зерттеу жолы ретінде? Негізі мен ғылымға кездейсоқ келдім деп айтуға болады. Өткен 90-шы жылы диплом алған кезде маған Алматыға қайтып оралдым, Ақтаудан. Қызметке орналасу керек болды. Сол диплом жұмысын қорғаған кезде біздің мемлекеттік емтихан комиссиясының төрағасы, бүгін марқұм болып кеткен Мүслім Базарбаев деген ғылым докторы, сол кісі, балам, сенің ғылымға деген талабың бар екен, сені біз әдебиет институтына қызметке кел деп шақырды, содан мен ғылымға келдім. Ал 91-ші жылы маған диссертацияның тақырыбын таңдау керек болған кезде, соған осы күнге дейін ұлттық архивтің директоры болған Марат Әбсәметов деген кісі, ол кезде Міржақыпты зерттеп жүрген кісі, сол сен Алиханды алсаң қайтеді. Сосын кітапханаға барып, Қазақ газетін түгел ақтарып қарай бастасам, Қазақ газетінің әр санында Алиханның түрлі мақалалары, жазбалары, тағы неше түрлі материалдар жүзіп жүрген. Сөйтіп мен үшін айтқанда, осы күнге дейін бір қара түнек бөлмеде отырғандай болдым да, сол Алиханды алаш тақырыбын зерттей бастағанда, осы терезем ашылып, бүкіл жарық дүниеге көзім ашылғандай болды. Міне осы күнге дейін міне сол осы әлемді жарқ етіп алдынан шыққан. Оған дейін біз кеңестік қазақ тарихын оқып келдік. Ол кезде кеңес дәуірінде Қазақстан тарихы осындай ғана жұқа ғана кітап болатын. Ол бойынша, ол совет өкіметі, кеңес өкіметі болмаса, қазақтар қаңғырып жүрмеді. Сондай ойда болғанбыз. Ал одан кейін жаңа алаш тақырыбын зерттей бастағанда, бұл қазақты, бүгінгі қазақты, қазақ ұлтын қалыптастырып кеткен, бүгін қазақ мемлекетін құрып кеткен, Қазақстанның бүгінгі шекарасын шегелеп, белгілеп беріп кеткен. Және ең бастысы бүгінгі қазақ деген ұлттың төл мәдениетін негізін қалап кеткен сол алаш қозғалысы, алаш қайраткерлері. Соған көзім жетті. Мен содан бері мен бұл тақырыптан аластаған емеспін. Бәркелді. Енді алаш тақырыбына келсек, мынандай бір пікір бар. Білеміз, алаш идеясы, алаш партиясының мүшелері 37-38 жылдары сталиндік репрессияның құрбандар болып кетті. Былай қарасақ, реалдық өмірден қарасақ, өмір трагедия аяқталған сияқты, және бір мақсатынан қиылып кеткен сияқты. Адамға бір түсінік қалыптастырады. Бұл қаншалықты дұрыс? Енді алаш партиясы өз мұратына жете алды ма? Және ол трагедиялық соңының салдары, себептері, оның бір ұрпаққа берерлік пағымы болды ма? Осы трагедияның қырылып кетудің. Шындыра мұндай пікір бар екені рас. Алаш қайраткерлері өздерінің басты мақсатына жете алмай қырылып кетті деген, арманда кетті деген. Бұл адасқан пікір. Егер алаш қозғалысының сонау стратегиялық мақсат мүддесін алатын болсақ, ол алдымен қазақтың төл мәдениетін жетілдіре отырып, айтқанда мәдени қайта жаңғыру арқылы қазақтың ұлттық мемлекеттігін қайта тірілту, қайта қалпына келтіру болатын. Ал енді бүгін қараңыз, бүгінгі қазақтың бүгінгі мәдениеті негізі қашан қаланды? 20-шы ғасырдың басында алаш қозғалысы заманында. Қазақтың бүгінгі дамыған әдебиетінің негізі, тұңғыш романдар, поэмалар, драматургиялық шығармалар қашан жазылды? Төңкеріске дейін алаш қайраткерлері жазып кетті. Дұрыс па? Тіл білімінің негізі қашан қаланды? Қазақ әдебиетінің, қазақ жалпы мәдениетінің негізі қашан қаланды? Алаш қайраткерлерінің атқа отырған кезінде, 30-шы жылдарға дейін қалыптасты. Бұл алаш қайраткерлерінің өзінің бір мақсатына жете алғаны. Ал енді қазақ мемлекетін құрылды. Қазақ мемлекетін біз 20-шы жылы большевиктер келіп, кеңес өкіметі келіп бізге қаңғырып жүрген қазақтың басын қосып құрып берген жоқ. Ал кеңес өкіметі 1920 жылдың 26 тамызында алаш автономиясын енді тек кеңестік сипатқа бұра салды. Басқаша айтқанда, дайын тұрған қазақ мемлекетін енді соны кеңестік
қазақ автономиясы деп жариялай салды. Есіңізде болсын. Демек, алаш қайраткерлер, алаш идеясы, алаш қайраткерлер өздерінің түпкілікті мақсаты қазақтың ұлттық мемлекеттігін қалпына келтіру мақсатына жетті. Басқа айтқанда, алаш қайраткерлер өздерінің алдына қойған ең үлкен мақсаты қазақ мемлекетін қалыптастырды, қазақ деген ұлтты қалыптастырды, қазақ деген ұлтты тілін, мәдениетін сақтап қалды. Егер біз бүгін қазақ деген атымызбен жүрсек, қазақша сөйлесек, қазақ мемлекетін құрсақ, қазақ театрын, қазақ теледидарын көріп отырсақ, осының бәрі алаш қайраткерлерінің, алаш қозғалысының нәтижесі деп қарастыруымыз керек. Бәркелді, тамаша. Енді мынандай бір сұрақ Алиханның жеке тұлғасына қатысты. Қазір кезде қоғамда мына Алихан масондық ұйымның мүшесі болған деген түсініктер бар. Осы мәселе тарихи тұрғыдан негізгі шындығы қандай? Неліктен осы ұйымға мүше болды? Және ол ұйымнан соны шығып кеткен деп білеміз. Иә? Осыған ғалым ретінде беріп кетсеңіз түсінікті. Мына қараңыз, 1847 жылы қырғыздармен шайқаста қазақ хандығының соңғы ханы Кенесары қаза тапқаннан кейін қазақ мемлекеті, қазақ хандығы, хандық жүйеде қазақ мемлекеті бір жола ыдырап бітті. Талқандалған жоқ, ыдырап бітті. Кенесары хан қаза тапқаннан кейін, дұрыс па? Одан кейін өмірге келген қазақ зиялыларының жаңа толқыны 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында біз оны шартты түрде алаш зиялылары дейміз ғой. Сол зиялылар осыған өздеріне дейінгі ұлт азаттық көтерілісінің барлығын тарихын зерттей келіп, оларды қандай нәтижеге, қандай қорытындыға келе алған зерттей келіп, бұлар енді Ресей империясына, отаршыл Ресей империясына қарудың күшімен тойтарыс бере алмайтынына әбден көзі жетті. Сол себепті бұлар азаттық күресінің бейбіт, қарусыз жолын таңдады. Ол қандай жол? Ол тағы да айтып отырмын, тағы да қайталап айтайын, ол қазақтың төл мәдениетін Батыс Еуропа деңгейіне жеткізе отырып, қазақтың ұлттық мемлекеттігін бейбіт жолмен қайта көтеру. Басқаша айтқанда, саяси күрестің заманауи әдісін, тактикасын таңдап, сөйтіп, бұлар қазақтың мәдениетін осы бүгінгі деңгейге жеткізіп, қазақтың жаңа жазба әдебиетін, жазба тілін қалыптастырды. Бұл айтқанда, қазіргі қазақ мәдениетінің бұл айтқанда негізін қалап, сөйтіп қарудың күшінсіз қазақ мемлекетінің қалпына келтірді, дұрыс па? Бірақ сол мақсатқа қалай жету керек болды? Соған қалай жету керек болды? Онда Ресейдің өзін, отаршыл Ресей империясының өзін түбегейлі өзгертпей, реформаламай, қазақ өзінің өзі басқару құқығына жете алмайтынына Алихан бастаған алаш зиялылар көз жеткіздіре. Сондықтан Алихан бастаған қазақ зиялыларының алдыңғы қатары орыстың оппозициялық қатарынан мүше болып кірді. Сөйтіп, орыстың өзінің ішкі оппозициялық күштерімен күш біріктіріп, Ресейдің өзін түбегейлі қайта реформалауға кірісті. Міне, ал 1906-7 жылдар Ресейдегі бірінші төңкеріс жеңіліс тапқаннан кейін, сол кезде саяси партиялардың жоғары тұрған масондық ұйым дүниеге келді. Егер оған дейін Ресейде болған масон ұйымдар, олар бір руханият мәселелерін алға қойған болса, 20 ғасыр басында қайта тірілген масондық, ол алдына бір-ақ мақсат қойды. Ол саяси мақсат болды. Басқаша айтқанда, 20 ғасыр басында қайта тірілген Ресей масондығы, ол саяси масондық болды. Ол саяси партиялардың жоғары тұрған, бірақ сол самодержавиялық, патшалық билікке оппозициялық көзқарас ұстанған сол самодержавияны құлатқысы келген. Соны сөйтіп Ресейді самодержавиялық патшалық режимнен, патшалық биліктен федеративтік, демократиялық мемлекетке айналдыру мақсатын көздеген саяси партиялардың барлығын күшін біріктіріп, сөйтіп самодержавияны құлатуға бағыттау үшін құрылған масондық ұйым. Түсіндіңіз бе? Бұл саяси масондық болды. Міне, Алихан сол Ресейді түбегейлі реформалап, қазақтың өзін-өзі басқару құқығына қол жеткізу үшін алдымен Ресей партияларының құрамына кірді. Екіншіден, сол Ресейдің оппозициялық партиялардың басын біріктірген, күшін біріктіріп, самодержавияны құлатуға бағыттаған масон ұйымына мүше болды. Бұл 1906-7 жылдар. Міне, Алиханның масон бірінші орыстардың конституциялық демократиялық партиясы, немесе ол кезде халық бостандық партиясы деп те аталды. Міне, сол партия жетекшілік роль ойнаған масон ұйымына да мүше болды. Сөйтіп 1917 жылда ақпан төңкерісінің нәтижесінде, ал ақпан төңкерісін дайындап жүзеге асырған Ресей масондары. Түсіндіңіз бе? Міне, сол өзінің бір үлкен мақсатына, демек Ресейдегі
самодержавиялық патшалық билікті құлатқан мақсаттан жеткен соң Алихан кадет партиясынан да масон ұйымынан шықтыра қазақтың тұңғыш ұлттық алаш партиясын құрып, сөйтіп бүкіл ресейлік құрылтай жиналысына сайлау өткізіп, сол сайлауда есіңізде болса, қазаққа бөлінген 43 депутаттық мандаттың бәрін бір ғана алаш партиясы жеңіп алды. Ал қазақтың алаш партиясын жеңуге тиіс болатын бірден бір мақсаты Ресейдің бүкіл ресейлік құрылтай жиналысында көпшілік дауыспен ресми түрде, заң түрде қазаққа автономия алып беру мақсаты тұрды. Түсіндіңіз бе? Міне сол мақсатта. Алаш партиясы сол мақсатта ғана құрылған. Әйтпесе автономия құрылған кейін сол қазақ автономиясы немесе алаш автономиясының ішінде бір емес бірнеше партия болуға тиіс болатын. Әлиханның көздеген сол болатын. Өйткені бүгінгі демократиялық көзқарастарға келгенде оның үлгі өнегесін 20 ғасыр басындағы осыдан бір ғасыр бұрынғы алаш қайраткерлері бізге үлгі өнеге көрсете алады. Саяси күресті қалай жүргізу керек, елді қалай демократияландыру керек. Бұл мемлекет негізі, қазір біз осыдан 2 жыл бұрын есіңізде болса, президент Нұрсұлтан Назарбаев біз қазір президенттіктен парламенттік президенттікке басқару жүйесіне өтудің табалдырығында тұрмыз деген. Ал алаш автономиясы туған күні 1917 жылдың 12 желтоқсанда азан шақырып құрылған кезде алаш автономиясы бұл парламенттік президенттік республика болып дүниеге келді. Өйткені 1911 жылы Барлыбек Сырттанұлы жазып қалдырған конституцияның жобасы бойынша алаш болашақ қазақ мемлекеті ол парламенттік президенттік республика болады. Тамаша, бәрекелді. Аға, енді өткен жылы Алихан 150 жылдығы болды. Алдыңғы жыл, өткен жылы, я. Аталып өтті, 15 томдық жарыққа шықты жақын өзіңіздің басшылығыңызбен. Бірақ қанша айтқанмен де кейінгі ұрпақ бізге өткен тарихқа шынайы баға беруіміз лазым әрқашанда, шынымен де. Бірақ өкінішке орай қазіргі кезде Алиханның нақты бағасы, осы ұйымының төрағасы бола алғаш қазақ елдікке үйітті, оның идеологиясын салып берді. Осының бағасы әлі де дұрыс берілмеген сияқты. Ол берілген жоқ, әлі де. Тіпті оған Алихан мен Алихан бастаған алаш қайраткерлеріне, алаш қозғалысына, алаш партиясына, алаш автономиясына толыққанды, лайықты тарихи бағасы да берілген жоқ. Және одан қалса бүгінгі тәуелсіз қазақ мемлекетінің басшылығы тарапынан, саяси басшылық тарапынан саяси бағасы да берілген жоқ. Өйткені біз мысалы өткен жылы 2017 жылы біз алаш автономиясының емес, турасын айтқанда алаш автономиясының 100 жылдығымен қатар бүгінгі Қазақстанның 100 жылдығын тойлауға тиіс болатынбыз. Өйткені бүгінгі Қазақстанның іргетасын, бүгінгі Қазақстанның шекарасын шегелеп белгілеп кеткен ол алаш автономиясы болатын. Сондықтан біз алаш автономиясының жөнінде не тарихи, не саяси баға берген жоқпыз. Демек, оның саяси басшылары, оның басқасында болған, олардың ұйымдастырушысы болған, соған жетекшілік еткен алаш қайраткерлеріне, Алихан бастаған алаш қайраткерлеріне не тарихи, не саяси лайықты баға берілген жоқ. Және дәл қазіргі кезінде ондай бағаны күтудің өзі негізсіз сияқты ма? Негізсіз. Оны түсінеді ғой деймін жұрт. Жақсы. Енді алаш зиялылары толықтай дерлік ұлттық интеллигенциясы толықтай дерлік 37-38 жылда репрессия ұшырады. 70 жылдық біз кеңестік биліктің езгісінде болдық. Мойындау керек оны. Бірақ қалай ойлайсыз? Енді біз қазір тәуелсіз ел болсақ та, осы алаш идеясынан кейінгі орнаған кеңес үкіметінің қандай салдары болды біздің танымымызға, мінезімізге, қазақ ұлтының? Қалай баға бердіңіз қазіргі кезде? Өзіңіздің. Қазір алып қарайық. Мысалы, сіз қазір қазақша сөйлеп отырсыз ба? Иә. Бірақ осы сөйлеген қазақ тіліңізде қаншама калка бар. Иә. Байқайсыз ба? Иә. Бүгінгі қазақ тілі ол 20 ғасыр басындағы қазақ тілімен. Мысалы, Міржақыптың, Ахмет Байтұрсынның, Жүсіпбектің, тіпті ғасыр басындағы кеңестік жазушылар, Ғабит Мүсірептің тілі емес. Қазіргі тіліміз біз көбінесе орысшадан аударылған калка тіліне айналып кетті. Түсінесіз ғой да? Міне, ол кеңес дәуірінен қалған, кеңес дәуірінің ауыр салдарының бірі. Біз өзіміздің қазақи салт дәстүріміздің басым көпшілігін ұмыттық. Дұрыс па? Тіліміздің, төл мәдениетіміздің көп сырын өтуде. Осы 14 наурыз күні Ақтаудан келген студенттердің бір тобы осы Астанада наурыздың қарсаңында көрісу амал мейрамы төлеуді. Ал осы Қазақстанның басым бөлігі ол мейрамды біле ме?
тойламақ ондай мейрам болғанын білмейді, сондай салтымыз болған, дәстүріміз болғанын білмейді. Біздің салтымыз кей жерде енді ғана оянып келе жатыр, халықтың сана сезімі. Мына айтайын дегенім, кеңес дәуірінен қалған ең ауыр мұра бұл біздің жаңа құлдық санасы дейміз. Бұл құлдық санасынан құтыла алған жоқпыз әлі де. Әлі де біз көрші, солтүстік көршімізге жалтақтаймыз. Осы күнге дейін біздің тәуелсіздігіміздің мына 27 жылы кетті ме? 27 жылы біз өзіміздің ең басынан қараңыз, ақпараттық қауіпсіздігімізді, ақпараттық тәуелсіздігімізді қамтамасыз ете алдық па? Осы күнге дейін Ресейдің телеарналары, Ресейдің басылымдары Қазақстанда басып алған. Соны қамтамасыз ете алмады. Ол ұлттық құлдық сана сезіміміздің әлі де жойылмағаны. Осының бірден бірі ме алаш идеологиясы сияқты? Бүгінгі қазір өткен жылы мысалы рухани жаңғыру деген бір бастама көтерілді ма? Осы рухани жаңғырудың астарында жатқан негізі ол не? Алаш идеясы. Ол қазақтың мәдени қайта жаңғыру бастамасы жатыр негізі. Сол рухани жаңғыру идеясын ұсынған адамға мен шынын айтам, осы күні кеудесіне нағыз халық қаһарманы атаған берер едім. Өйткені оның астарында рухани жаңғырудың негізі бұл алаш идеясы. Қазақтың қайта жаңғыру, мәдени, рухани тұрғыдан қайта жаңғыру, мемлекет ретінде, ұлттық мемлекет ретінде қайта жаңғыру идеясы жатыр, бастамасы жатыр. Түсінесіз ба? Оны сол елбасының атынан шыққан мақаланың мазмұнын түгел оқып шықсаңыз, оның жерде қаншалықты жауапкершілік айтылған. Ал бірақ бүгінгі оның қалай жүзеге асырылып жатқанын көрсеңіз, одан қарныңыз ашады. Ол мақаламен, бастамамен, сол бастаманың жүзеге асырылу барысын қарсаңыз, екеуі аспан мен жерде айырмашылық бар. Түсінесіз ғой? Сондықтан енді мысалы бүгін қазақ қоғамы алдында қаншалықты шешімін табылмаған қаншалықты өзекті мәселелер шашылып кеткен келіп жатса, сол мәселелердің басым көпшілігі қоғамда демократияландыру, сөз бостандығы, мысалы діннің мемлекеттен бөлінуі, жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің дамуы, осы мәселелердің бәрі кезінде осыдан 100 жыл бұрын, бір ғасыр бұрын алаш автономиясы тұрғысында, алаш идеясы, алаш қозғалыс шеңберінде түгел лайықты, тиянақты шешімін тапқан болатын. Бүгінгі қазақ қоғамының алдында шешімін таппаған көп мәселелер біз алаш тарихына назар аударсақ, алаштан тағылым алсақ, мәселенің көбісі өзінен өзі шешімін таба алар еді. Бірақ біз енді осы адамзат тарихында бұндай мемлекет болды ма жоқ па мен айта алмаймын, бірақ біз қазір өзіміздің осыдан 100 жыл бұрынғы тарихымызды елемей отырған бірден бір қызық мемлекетпіз. Парадокс. Бұл парадокс. Тамаша. Сұлтанқұл аға ендеше осындай тамаша сұхбатыңызға рахмет айтамыз. Жақсы.